like that. Сәлем достар, жаттығу жасау шынымен де қиын болды. Бірақ өзім ынта мен жігерімді танытып, денемді өз қалпына келтіріп алдым. Оған маған не көмектесті деп сұрайсыздар ғой? Ол әрине бұл фитнес трекердің көмегі. Ол қандай гаджет екенін бірнеше секундтардан кейін сіздерге айтамын. Көктем келіп, күн жылынған соң біз әсіресе жігіттер өз денелерімізді сымбатты етіп көрсетуге тырысамыз. Және де күн жылыда далаға шығып, біраз жүгіріп, спорт жаттығуларын белсенді жасауға бел буамыз. Бүгін біз спортқа арналған және күнделікті өмірде пайдасы мол смарт гаджет туралы сөз қозғаймыз. Ол Huawei Band 4. Сіздердің естеріңізде болар, біз қазір ревью арнасының ең бірінші бейнешолуында Xiaomi Mi Band 4 смарт браслетін қарастырды. Бүгін біз Huawei Band 4 фитнес трекерін аталған Xiaomi Mi Band 4 фитнес трекерімен салыстырып, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін айтатын боламыз. Бұл фитнес трекердің нарықтағы қазіргі бағасы 16-17 мың теңгені құрайды. Жалпы мен өзің бұл фитнес трекерді ұзақ уақыт пайдаланған жоқпын. Дегенмен де оның функциялық қызметтері туралы толық мәлімет алдым және де тереңірек танысуға мүмкіндік алдым. Енді оның нақты ішінде не бар екен, қандай функциялық қызметтер атқаратын тереңірек талдайық. Смарт браслет кішкентай қорапта сатылады. Оның ішінде браслеттің өзі және пайдалану туралы кітапшалары болды. Оның зарядтау құрылғысы қайда деп сұрайсыздар ғой? Сәл шыдаңыздар. Бірнеше секундтан кейін мен сіздерге толығырақ ақпарат беремін. Дизайнына келсек, оның 3 түсі бар: қара, ақ және қызғылт. Салмағы 24 грамм. Корпусы пластик, спорт стиліндегі белдікшелері силиконнан жасалған. Xiaomi мен салыстырғанда тезірек тағылады. Дисплейі TFT 0.96 дюйм, 80-160 пиксель. Бұл жерде де оның айырмашылығы бар. Өздеріңіз білетіндей, Xiaomi Mi Band 4-те дисплейі AMOLED болып келеді. Яғни пиксельдердің тығыздығы өте жоғары. Сондықтан бұл жердегі иконкалар, яғни белгішелер өте қанық және әдемі болып көрінеді. Ал енді Huawei-дің дисплейіне келетін болсақ, бұл жерде ол TFT. Бұны Huawei компаниясы тектен-тек жасап отырған жоқ. Олар бұл қадаммен оның бағасын арзандатқысы келді. Сонымен қатар TFT дисплейдің өзінің кемшіліктері мен артықшылықтары бар. Ол туралы мен сіздерге сәлден соң айтамын. Экранның көлемі де өзгеше. Huawei-да жалпақ, көбінесе ер адамдардың қолында жақсы көрінеді. Ал Xiaomi экраны кішілеу, ерге де, әйелге де тақса болады. Бұл менің жеке пікірім. Сонымен қатар астында акселерометр, пульсометр, инфрақызыл датчик бар. Материалының сапасына келейік. Бұл жерде Xiaomi шынымен де ұтып тұр. Тактильді сезімдерге сенсек, Huawei браслетінің белдікшесі жұмсақтау, ал корпусындағы пластигі арзандау екені білінеді. Енді достар, біз ең қызық жеріне келдік. Осы бейнешолудың ең басында мен сізге айттым ғой, зарядтау құрылғысы қайда деп. Мен сіздерге қазір оны көрсетемін. Xiaomi Mi Band 4-ке келетін болсақ, оны зарядтау үшін оны белдікшеден шешу біраз қиындық туғызады. Ал Huawei компаниясы зарядтау процесін өзінің құрылғысында қалай ұтымды ұйымдастырғанын мен сіздерге қазір көрсетемін. Белдікшенің екі астында екі батырмасы орналасқан. Бірінші батырманы басып, белдікшенің бір бөлігін шешіп тастайсыз. Екінші батырманы басқан кезде сізді тосын сый күтеді. Бағанадан бейнешолудың басында айтқым келгені осы. Зарядтау құрылғысы корпусының өзінде орналасқан. Сізге кез келген USB портты тауып, оған орналастыру керек. Зарядтау басталды. Браслеттің интерфейсіне келсек, экранның астыңғы бөлігінде жалғыз сенсорлы батырма орналасқан. Ал дисплейдің негізгі бетінде уақыт, күн, жүрген километр мен қадам саны, жағылған калорий мөлшері шығып тұрады. Смартфонға бірінші кезекте Huawei Health қосымшасын орнатып, браслетпен байланыстырасыз. Қосымшада 4 бөлім бар.
денсаулық, жаттығулар, құрылғылар және жеке баптаулар. Жалпы браслеттен келіп түскен барлық мәліметтер осы қосымшада сақталады және кез келген уақытта көрсетіледі. Қосымшада 70-ке жуық циферблаттың түрлері бар, қалағанын орнатуға болады. Сонымен қатар қоңырау, хабарландыру, ауа райы, Bluetooth және тағы басқа функцияларды қосып өшіруге болады. Білегіңізді көтерген кезде дисплей жанады. Әрине, Xiaomi-да да бұндай функция қарастырылған. Оған 3 осьтік акселерометр жауап береді. Бірақ бұл жерде екі браслеттің айырмашылығы бар. Мен артықшылығы деп те айтушы едім. Себебі Huawei-дің баптауларына кіріп, дисплейінің 5 минут бойы үздіксіз жанып тұруын қоюға болады. Ал Xiaomi браслетінде өкінішке орай мұндай функция қарастырылмаған. Енді фитнес-трекердің дисплейін зерттейік. Жоғарыдан төмен свайп жасасақ, негізгі мәзірі келесі: музыка, хабарландыру, баптаулар, жаттығулар, ұйқы режимі, пульсометр, қадам саны көрсетілген. Тамыр лүпілін браслеттің астындағы оптикалық датчиктер арқылы білуге болады. Ол үшін белдікшені қаттырақ тартып, қозғалмай тұру керек. Смартфондағы музыканы браслет арқылы ауыстыруға, дауысын реттеуге болады. Ол Bluetooth арқылы жүзеге асады. Осы жерде оның артықшылығы бар. Xiaomi-дің дисплейі кішірек болғандықтан тректерді ауыстыру, әсіресе дауысын реттеу қиындау, саусақ сыймайды, ептілікті талап етеді. Ал Huawei-дің экраны жалпағырақ болғандықтан музыкалық плеерді басқару оңай. Смартфонға біреу хабарласса, браслеттің бетінде номері немесе аты шығады, қолда діріл сезіледі. Қоңырауды ояну уақытына қойсаңыз, діріл қолыңыз арқылы сезіліп, ұйықтап қалмайсыз. Жаттығуларға келсек, оның 8 түрі бар. Қалағанын таңдап пайдалансаңыз болады. Баптаулардың ішінде таймер, секунд өлшеуіш, циферблат, телефонды іздеу, жарық мөлшері, экран 5 минутқа қосу, батарейдің қуаты көрсетілген. Жарық мөлшері мені қатты қуантты. Қатты күннің астында көру ешбір қиындық туғызбайды. Xiaomi-да бұл проблема. Сонымен қатар автоматты түрде кешкі уақытта жарық мөлшерін азаю функциясы бар. Сонымен достар, біз қандай қорытындыға келдік? Біз бүгін теңдей бағасы да ұқсас екі смарт браслетті талдадық. Олардың әрқайсының артықшылықтары мен кемшіліктерін қазір сіздерге тізіп айтамын. Huawei-ға келетін болсақ, оның артықшылықтары келесідей. Біріншісі және менің ойымша ең маңыздысы зарядтау құрылғысының корпусында болу. Яғни сіз тек қана USB порт тауып, соған қосып қойсаңыз болды. Екінші артықшылығына келетін болсақ, оның жалпақ экраны. Яғни сіз саусағыңызбен кез келген операцияны жүзеге асырған кезде, мәселен музыкалық плеерді басқарғанда ешқандай ыңғайсыздық тудырмайды. Үшінші артықшылығы оның дисплейінде. Яғни 5 минут бойы оның жарық болып тұруы. Әрине, ол Always On Display функциясы болмаса да пайдасы мол. Енді біз бұл смарт браслеттің кемшіліктерін атап өтейік. Менің ойымша ол екеу. Біріншісі, оның заряды тек қана орта есеппен 10 күнге жетеді. Екіншісі, оның дисплейінің TFT болуы. Енді біз Xiaomi Mi Band 4 браслетінің жағдайын көрейік. Оның артықшылықтары қандай? Бірінші кезекте менің ойымша ол AMOLED дисплей, яғни пиксельдердің тығыздығы өте жоғары, сәйкесінше белгішелер, иконкалар өте әдемі және қанық түспен көрінеді. Екіншіден, бұл смарт браслеттің заряды орта есеппен 20-25 күнге жетеді. Және де бұл смарт браслеттің үшінші артықшылығы менің субъективті пікірім бойынша оның материалдарының жақсырақ болуында. Енді кемшіліктерін атап өтейік. Әрине, маған ұнамағаны бұл браслеттің экранының тек қана 1,5 секунд бойы жанып тұруы. Яғни кез келген операцияны жүзеге асыру үшін сіз кейде үлгермей қалуыңыз мүмкін. Екінші кемшілігі менің ойымша Xiaomi-дің дисплейінде. Яғни шақырайған күннің астында бұл смарт браслетке келіп түскен мәліметтерді оқу қиын. Сонымен достар, мен сіздерге смарт браслеттің артықшылықтары мен кемшіліктерін айтып шықтым. Сіз енді қайсын таңдайсыз, өзіңіз білесіз. Huawei Band 4 бола ма, болмаса Xiaomi Mi Band 4, таңдау өзіңізде. Енді біздің көрермендеріміздің кейбір сұрақтарына тоқталып кетсек. Өткен жолы біздің бір көрерменіміз жалпы смарт браслет адамға не үшін керек деген сұрақ қойды. Мен айтқым келеді. Смарт браслет смартфонның функциясын толықтырады. Яғни оған келіп түскен хабарландырулар сіздің қолыңызға шығып тұрады. Екіншіден, бұл смарт браслеттер кәдімгі сағаттың функциясын орындайды. Және де екінші сұраққа мен тоқталып кеткім келеді. Жалпы смарт сағат алған дұрыс па, болмаса смарт браслет алған дұрыс па деп сұрақ қойып жатады. Мен сізге айтып кетейін, смарт сағаттың функциясы смарт браслетке қараған кезде толығырақ. Бірақ оның кемшіліктері де бар. Себебі смарт сағаттың заряды тек қана орта есеппен
4-5 күнге жетеді. Айтпақшы, біз бұл смарт сағатқа алдында бейне шолу жасаған болатынбыз. Оны сіз сілтемеге кіру арқылы көрсеңіз болады. Сонымен Huawei Band 4 смарт браслеті туралы шолуымызды біз аяқтаймыз. Сау саламат болыңыздар, біздің арнаға тіркеліңіздер және де лайк пен қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Себебі сіздердің қолдауларыңыз бізге қажет. Сау болыңыздар.